Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары Қанат Есболатовтың мүгедектерді Алла онсыз да жазалап жатыр деген сөзін естіп, сіздер де ашуланып отырсыздар ма? Кейін өзінің айтқан сөзін мен орысша айтқан соң мағынасын түсінбедім, және олар онсыз да сыналып жүрген адамдар деп айтқым келген деп ақталыпты. Осы мемлекеттік қызметкерлер өздерінің не айтып отырғандарын түсінбейтін болса, онда олар не үшін орысша сөйлейді? Еліміздегі барлық мемлекеттік қызметкерлерді қазақша сөйлетіп, тіпті іс қағаздарын да қазақша жүргізетін қылып біз заңымызды нақтылауымыз керек. Көп қызметкерлер бірі қазақша, бірі орысша сөйлеп, не айтып отырғандарын түсінбей өздерінің тілімізді әбден қорлап бітті. Жалпы біздің қоғамда мүгедектердің орны расымен де шеттетілген. Осы Қанат Есболатовтың сөзінен кейін әкімдіктер, оның ішіндегі бірінші, екінші орынбасарлар өзінің лауазымды қызметін пайдалана отырып тұрғындарға, оның ішіндегі мүгедектерге үкіметтен бөлінетін қаражатты жеп қалу үшін сау адамдардан мүгедек жасап, шын мүгедектерді шеттетіп жатқан сияқты көрінді. Мүгедектер біздің қоғамның масылдары емес, олар біздің жүрегіміздің, ар-ожданымыздың сынағы. Және сол сынақта сыналып жатқанда мүгедектер емес, сол мүгедектердің тағдырын табысқа айналдырып жатқан лауазымдылар. Ондай әрекеттер тек заңға ғана емес, адамдыққа, арға, Алланың алдында да үлкен қылмыс. Халық билікке сенгісі келеді, бірақ билік халықты тыңдамаса, мүгедектердің көз жасына қарамаса, халықты ойыншық етіп, мазақ етіп қарайтын болса, онда бұндай лауазымды адамдардың халыққа не қажеті бар? Меніңше осындай адамдар лауазымды және Қанат Есболатов өз орнын босату керек деп ойлаймын.